Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, иман шуағын бастаймыз. Бүгінгі алып отырған тақырыбымыз жақында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы үлкен шара өткізбекші. Бұл өздеріңізге таныс имамдар форумы. Осымен биыл 3-ші рет өткелі отыр. Осыған орай студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары наиб муфти Наурызбай қажы Тағанұлы келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді жаңағы айтып өттім, діни басқарма бұл шараны міне осымен 3-ші рет өткізгелі отыр. Бұл өте ауқымды шара. Биылғы республикалық имамдар форумының маңызына, мәніне тоқталып өтсеңіз. Аса қаумкөр, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Сүйікті пайғамбарымызға Алланың салауаты мен сәлем болсын. Ассалаумағалейкум деп еркін өзіңізге, көрермендерге сәлем берем. Алла баршамызға екі дүние бақыт нәсіп етсін. Әрине біздің еліміз тәуелсіздігін алғалы бері әрбір бағытта, әрбір жауапты орындар өз қызметтерін атқарып келе жатыр. Соның бірі бір қасиетті шаңырақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының да мінекей 30 жылға жуық тарихы бар егемендіктегі. Ол да қара шаңырағымыздың да атқарып жатқан көптеген істері бар. Соның бір ерекше бір жиындарының бірі мынау республикалық имамдар форумы. Осыған дейін Қазақстан Республикасының имамдар форумы 2 рет өтті. Ол 2 форумда да үлкен маңызды құжаттар қабылданды. Ол құжаттар бойынша қазір имамдарымыз әр жерлерде жұмыс жасап келе жатыр. Елге, халыққа түсіндіріп келе жатыр. Аллаға шүкір, жақсы нәтижелерін беріп жатыр. Соның бірі мынау біздің бірінші республикалық имамдар форумында Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы қабылданған болатын. Ол жерде біз тарихымызды жандандырдық. Ол жерде біз Қазақстан мұсылмандарының ежелден ұстап келе жатқан діни тұғырнамасын баяндадық. Және оны осы күнге дейін имамдарымыз насихаттап келе жатыр. Біздің бабаларымыз кезінде осы ислам дінін ұстанды. Ислам дініндегі қай мектепті ұстанды. Фиқта қай мазхабта болдық, ақидада қай мектепте болдық. Осыны біз елге жариялаған болатымыз. Аллаға шүкір, қазір кез келген мұсылмандар, біздің намаз оқып жүрген бауырларымыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тұғырнамасында біздің фиқымыз Абу Ханифа, сенім мектебіміз Матуриди деген осы түсінікті түсініп, біліп, соны бір-біріне үйретіп, насихаттап жүр. Бұл өз кезегінде адасушылықтың алдын алды. Кезінде діни тұғырын білмеген жастарымыз кейбір адамдардың әдемі сөзіне алданып, осылай екен ғой деп адасып кеткен кездері болды. Бірақ енді осы тұғырнама қабылданғаннан кейін, тұғырнама қазақ тілінде өзіміздің және орыс тілінде ол шығып, елге кеңінен таралып, жастарымыз бұны түсініп, адастырушы әртүрлі ақпараттардан аман қалды. Мінекей осындай көптеген Аллаға шүкір жақсы бұның жемісін беріп жатқандығын біз қазір көріп куә болып отырмыз. Осындық Алла қаласа мінекей қазан айының 23-інде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республикалық имамдардың 3-ші форумын өткізуді жоспарлап отыр. Бұл форумда Алла қаласа тағы да үлкен жаңағыдай маңызды деген құжаттар қабылданғалы отыр. Алла қаласа, егер оны атап айтатын болсақ, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылымындағы діни лауазымдар тізімі. Жалпы енді елде бізде тарихымызда көптеген діни лауазымдар болды. Мысалы кезінде ақын деп айтты, ишан деп айтты, қалпе деп айтты, сопы деп айтты. Біздің тарихымызда Құдайға шүкір көптеген осындай діни лауазымдардың атаулары бар. Қазір күнде де осы атаулар ел арасында қолданыста аталып жүрген діни лауазымдар тізімі бар. Осыны нақтылап алу үшін бір ретке келтіру керек. Бір ретке келтіру үшін арнайы құжаттар қабылданып жатыр. Мысалы бізде жоғарғы лауазым, діни лауазым, ол бас муфти. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти. Бұл біздің еліміздегі ислам дініндегі ең жоғарғы лауазым. Одан ары қарай тізбектей жаңағы наиб муфти, муфтидің орынбасары, бас имам, ұстаз, азаншы, молда деген сынды осындай көптеген діни лауазым атаулары бар. Осы атауларды мынау біздің президиумда талқыланып, президиум дегеніміз біздің жалпы ең үлкен жиынымыз, ол құрылтай, одан кейін президиум болып есептеледі, яғни торалқа. Сол торалқада
яғни облыс бас имамдары, Қазақстан мұсылман діни басқармасының толық аппараты, ғұламалар кеңесі қатысқан үлкен жиында бұл лауазымдық тізілімдер талқыланып сараптаудан өтті. Сол жерде талқыланған жаңағыдай сараптаудан өткен лауазымдар алла қаласа құжат болып шығу жоспарлануда. Екінші құжат ол Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атқаратын діни рәсімдер тізімі. Сәби дүниеге келіп туылған кезде міндетті түрде бізде қазақта азан айтып атын қойдырайық деген бізде ұғым бар. Яғни оны кім атқарады? Әрине оны имамдарымыз, молдаларымыз атқарады. Яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы атқарады. Бұл да мінекей Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атқаратын діни рәсімі. Сол сәбиге ат қоюдан бастап жаңағы шілдехана дейді бізде, ақиқа деп айтады кейбір жерлерде. Шілдехана жаңағы бала туғаннан кейін елге той жасап жатады, оған имам шақырып бата алып жатады. Одан кейін арғы сүннет тойын жасайды, сүннетке отырғызады. Бұрын енді қожалар, молдалар отырғызатын болса, қазір Аллаға шүкір дәрігерлеріміз оны атқарып жатыр. Дегенмен дәрігерлер атқарып жатса да бұл сүннетті, бірақ біздің еліміз сүннет той жасайды. Ең болмағанда әйтеуір үйіне сүннет отырып келгенде көрші қолаңды шақырып шай береді. Сөйтіп ол жерге кім шақырады? Әрине молданы имам шақырады. Ол имамдар сол жерде бата береді. Осы шаралардың діни жаңа рәсімдерді бекіттік. Және де үйленген кезде неке қияды. Қайтыс болған кезде жаназасы намаз оқылады. Тағы осында көптеген қоғамдағы қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атқаратын діни рәсімдері бар. Мінекей осы рәсімдер тізілімі бекітілді. Одан кейінгі Қазақстан мұсылмандарының 7 рухани қазығы. 7 рухани қазық дегеніміз ол енді 7 біздің имандылық, отансүйгіштік, білімділік, мәдениеттілік, әділдік, еңбекқорлық деген сияқты осындай 7 рухани біздің темір қазығымызды бекітіп, осы бойынша біздің халқымызға үндеу жасап, халқымызбен бірге имандылыққа үйренейік, отансүйгіштікті насихаттайық деген мақсатта осындай үлкен бір рухани, бұрын біз діни Қазақстан мұсылмандарының діни тұғырнамасын қабылдаған болсақ, қазір енді біз Алла қаласа алдағы форумда Қазақстан мұсылмандарының 7 рухани қазығын бекітіп алмақпыз. Алла қаласа бұл да әрине қазіргі уақытта құжат болып бекіткенмен, бұл қазақ халқының бойына сіңген үлкен қасиеттер, соны бір тұжырымдап, бекітіп, тұғырнама жасап, сол бойынша бірге халқымызбен бірге ары қарай иншалла сол ұстанымымызды бойымызда табуға тырыстық деген мақсатта осындай үлкен құжаттар қабылдағалы отыр. Келесі біздің құжатымыз ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қызметкерлерінің лауазымдылық тізілімі. Қазір енді шыны керек, кейде бір молда бір нәрсені істеді дейді да, ел шулап жатқан кезде оны қарасақ, ол біздің молда емес, жай жаңағы намаз оқитын, Құран оқитын кісі бір жерде бір нәрсе айтып қалды, оны қарапайым халық білмейді, оны молда деп түсінеді, сол молда айтты деп арғай таратып жіберіп жатқан кездер болады. Сондықтан біз бұл жерде қазір біздің жаңағы діни лауазымдардың кім неге жауапты осыны айтпақпыз. Ол жерде ол құжатта көрсетеміз. Мысалы, имам не атқара алады, нені атқара алмайды. Бас имам нені атқарады, нені атқара алмайды. Молданың қызметтері қандай? Молда мысалы айт намазын оқи ала ма немесе жоқ па? Болмаса азаншы намаз жүргізе ала ма немесе жүргізе алмай ма? Осындай біздің жаңағыдай лауазымдық міндеттерді Алла қаласа діни қызметкерлердің бекітіп алатын боламыз. Енді биылғы үлкен жиынға кімдер келеді деп күтілуде, қанша қонақ келеді деп жоспарлап отырсыздар? Алла қаласа әрине бұл енді республикалық үлкен форум болғаннан кейін, яғни осы кезде мен айта кетейін, Аллаға шүкір, әуелі екінші біздің елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлының қолдауыменен қазіргі біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен, өздеріңіз білесіздер, биыл үлкен біздің қара шаңырағымыз елордамызда, Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының үлкен ғимарат ашылған болатын. Осы ғимаратта алғашқы рет өтейін деп отыр бұл форумымыз. Бұл да біз үшін үлкен қуанышты жағдай. Өзіміздің қара шаңырағымыз, қасиетті ордамызда бүкіл республикадан 400-ге тарта имамдар жиналып, сонда үлкен форум өткізуге ниет қылып отырмыз. Алла ниетімізді қабыл етсін. Ол имамдарымыздан бөлек, мысалы облыс бас имамдары, аудан имамдары, әрбір өңірден, әрбір облыстан арнайы делегаттар имамдардың
қатарында қатысатын болады. Және бұл жерде үлкен біздің мемлекет қайраткерлері, мынау депутаттарымыз, мынау ассамблея мүшелері Алла қаласа қатысу көзделуде. Және осында қонақтарымыз қатысатын болады. Мына көрші елдерден де келіп қалуы мүмкін, діни қайраткерлер, онда Алла қаласа жақындағанда белгілі болады. Ең маңыздысы бұл жерде енді имамдарымыз, ғалымдарымыз, ақсақалдарымыз қатысып, осы үлкен құжаттарды талқылап қабылдайтын боламыз. Жаңа енді сөз басында айтып қалдыңыз өзіңіз, діни рәсімдер тізілімі деп. Бұл енді құжат шын мәнісінде қабылданса өміршең болатыны сөзсіз. Қазір өткені қоғамда қазір жаңағы тал бесіктен жер бесікке дейміз, сол аралықтағы негізгі бір шарттардың біркелкі бір жүйеге келтіру көптен бері ойда жүрген болатын. Сондықтан енді діни басқарма бұны қолға алып отыр екен. Соның аясында осының қоғамның сұранысы емес па бұл да? Әрине, Аллаға шүкір, енді біз тәуба дейміз. Біз енді қазақ тарихта көп өткелдерден өтті, үлкен қиындықтар болды біздің тарихымызда. Сол кезде көптеген біз енді құндылықтарымыздан ұзақтап кеттік. Қазір ес жидық, ел болдық, егеменді болдық, тәуелсіз мемлекет болдық, Аллаға шүкір. Қазір өзіміздің әнұранымыз бар, өзіміздің байрағымыз бар, Құдайға шүкір тәуба. Сол сияқты біздің дәстүрлі дініміз ислам да бізге оралды. Қара шаңырағымыз, жеке Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрылды. Мінеки осының барлығы Алланың берген бізге үлкен сыйы. Бірте-бірте мінеки біз өзіміздің жоғалтқанымызды түгелдеп келе жатқан елміз. Соның ішінде дін саласында да, жаңа өзіңіз айтқандай, әр жерде енді бұрын бір тұтас муфтият болмағаннан кейін әр жерде біреу естіген істеді, біреу көрген істеді, біреу оқыған істеді діни рәсімдерді. Енді Аллаға шүкір ел болып бірігіп, мінеки өңірлердің бүкіл имамдары жиылып, бірізділікке салу үшін қазақ халқын біріктіріп, бір жаңағыдай жамағат болып, өзіміздің ата-баба дәстүрін жаңарту үшін үлкен мүмкіндіктер туындап жатыр. Сонда бесіктен туған баланың сәбиден бастап, сол шығарып салғанға дейін діни рәсімдерді бір келкеге келтіріп алсақ, Алла қаласа, ғалымдардың үлкен пікірлерін ескере отырып, халықтың сұраныстарын ескере отырып, онда біз бір мықты бір тұғырнаманы бекітеміз. Сол тұғырнама негізінде Алла қаласа алдымыздағы біздің жастарымызға үлкен келешекте адаспай өзінің бір салтын білетін, дәстүрін білетін, діни танымын білетін үлкен ұрпаққа үлкен бір жол көрсететін тұғырнама қабылданады деген иншалла үлкен бір ойдамыз. Жаңа енді бұған дейін шын мәнісінде муфтиятта жаназа рәсімі кітабы шыққан болатын. Ол кітап қазір елдің арасына таралып, бір үлкен кәдімгі құнды солмен кітаппен жұмыс істеп жатқан аймақтар көп. Одан бөлек енді күні кеше 3 күнге созылған ғұламалар кеңесі өтті. Бұл кеңесте көп мәселелер қаралды. Соның ішінде мына форумда ұсынылатын құжаттар сол ғұламалар кеңесінің мүшелігінде жаңағы талқыланды. Сол турасында айтып өтсеңіз. Аллаға шүкір, мінеки бұл да біздің үлкен жетістігіміз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанында қазір ғұламалар кеңесі құрылған. Ғұламалар кеңесінде өте білікті, білімді, тәжірибелі мамандар бар. Осы форумның алдында осы аталған 4 құжатты сол ғұламалар кеңесінің отырысында да арнайы біз оны қарап алдық. Көптеген пікірлер айтылды, көптеген ұсыныстар айтылды, өзгертілетін жерлерде өзгертіліп, үлкен бір жақсы бір құжат болып шықты деп ойлаймыз, Алла қаласа. Аллаға шүкір, мінеки сол 3 күндік ғұламалар кеңесінің отырысында осы 4 құжат негізінде қаралды. Одан бөлек фатуалар, басқа да мәселелер қаралды. Ол отырыста дегенмен басты назар осы форумға аударылды. 4 құжат мәселесі кеңінен талқыланды. Аллаға шүкір, жақсы бір пікірлер қалыптасты деп ойлаймыз ол жерде. Енді 2015 жылы алғаш рет осы форум, имамдар форумы өткен кезде Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы, имамның тұлғалық келбеті, одан кейін 2017 жылы үздік зияткер имам тұжырымы бекітіліпті. Қазір енді бұл жұмыстар жүйелі түрде жүргізіп келе жатыр ғой. Әрине, осы алдағы өткен 2 форумдағы құжаттар қазір имамдар аттестациясының сұрақтарына енгізілген. Аттестациядан өткен 3 жыл сайын біздің имамдарымыз аттестациядан өтіп отырады, білімін жетілдіріп отырады. Сол аттестацияның ішінде арнайы электронды сұрақтарға
осы бірінші форумда қабылданған 4 құжат, екінші форумда қабылданған 2 құжат толықтай енген, осыларға имамдар толықтай жауап беріп отырады. Яғни бұл да өз кезегінде сол қабылданған құжаттарды естен шығармау үшін, ары қарай насихаттау үшін үлкен септігін тигізеді. Енді Алла қаласа бұл осы қазіргі өтейін деп жатқан 3-ші форумда қабылданатын да құжаттарда алдағы уақытта осылай насихатталатын болады. Бағаналы бері айтып отырмыз, шын мәнісінде бұл өте құнды құжаттар, тұжырымдама, бұлардың әрбірі елге, жалпы имамдарға берер маңызы өте жоғары ғой. Жалпы оны біз өткен форумдардан байқауымызға болады. Жаңа жоғарыда мен айтып кеткендей, көп бізге қабылданған құжаттар пайдасын тигізіп жатыр. Оған өзіміз куәміз. Тіптен ол өзімізге де, имамдарға да көп пайдасын тигізіп жатыр. Күнделікті ол біздің жұмыс үстеліміздің үстінде тұрады. Бір қараған кезде көп нәрсе есімізге оралады. Және оны келген кісілерге де түсіндіріп, Құдай тамақтарда жүрген кезде, астарда халықпен кездескен кезде біз осыны айтып отырамыз. Сол кезде бұл насихатталудың үстіне насихатталып жатыр қазір, Құдайға шүкір. Бұны көп адамдар, халқымыз біліп жатыр. Бұл да мінекей үлкен бір халыққа тигізіп жатқан пайдасы деп есептейміз. Әрине бұны біздің шәкірттеріміз мешітте оқып жатқан, қазір осы Әзірет Сұлтан мешітінде 600-ға жуық шәкірттер оқиды. Олардың барлығы осы құжаттармен жаңа дәрістерде таныстырылады. Оларда көрген, білген жерінде осының бәрін насихаттап жүреді. Және біздің имамдарымыз жұма намаздарында, басқа кездесулерде жастармен кездескен кезде осы қабылданған құжаттарды қысқаша баяндап отыратын болады, Алла қаласа. Өзіңізден енді студияға келген кезіңізде сұрай отырайын. Осы енді діни басқарманың көптеген шаралар бар. Соның ішінде тағы бір маңызды ол Мәуліт мерекесі. Енді қанша жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Биыл да жалғасын табады ғой, Құдай қаласа. Алла қаласа, әрине біздің біріншіден осы Мәуліт мерекесін халық қатты сүйген соншалықты жамағатымыз, ақсақалдарымыз, аналарымыз Мәулітті қашан өткіземіз деп бізді ерте сұрай бастайды. Өзімізге де өте керемет ол ғибрат болады. Мысалы, Мәуліт өткізген кезде кейде бізді жан жақтарға шақырып жатады. Барған кезде бір керемет әсер алып шығасыз. Иманыңыз қуатталып, бір кәдімгідей бір үлкен бір ғибрат көріп, үлкен бір біліміңізді жетілдіріп қайтасыз. Өткен жыл сайын Мәуліт үлкен бір өзгерістерменен жетілдіріліп жатыр. Ғалымдардың уағыздары, ғибратты әңгімелер, ғибратты қойылымдар арқылы қоғамдағы қазіргі болып жатқан өмірді көрсетіп, сол жерден үлкен бір үлгі алып жатырмыз баршамыз. Алла қаласа, биыл да ол осы қараша айында басталатын болады. Мәуліт айы жалпы негізі Мәуліт айында өткізіледі, сол қараша бір ай бойы, бірақ дегенмен елдің жағдайына байланысты бұл бір жылға дейін өте беруі мүмкін. Келесі жылдың Рамазанына дейін әр жерлерде Алла қаласа Мәуліт мерекесі тойланатын болады. Мәуліттің бір қазір үлкен бір мәдени, рухани шараға айналғанына біз куәгер болып жүрміз. Халқымыз керемет жақсы көреді. Тіптен 2 рет өткізуге тура келіп жатыр. Қазір 1 рет өткізген кезде билеттер жетпей қалады. Сыймай қалып жатып, кейін 2-ші рет өткізуді, мысалы, Алматы қаласы қолға алып кетті. Қазір бір күнде 2 рет Мәуліт өткізіледі. Алла қаласа, Нұр-Сұлтан қаласында да биыл иншалла сол халықтың сұранысына байланысты бірнеше рет Мәуліт өткізетін боламыз. Алла қаласа, Аллаға шүкір, қазір Нұр-Сұлтан қаласының да жамағаты осы шараны ерекше күтеді және ерекше бізден сұрап жатады. Бұл деген сөз Мәуліттің халықтың жүрегінен үлкен орын алған қасиетті бір шаралардың біріне айналды деп қазір санаймыз. Аллаға шүкір, тәуба, қазір Алланың берген нығметі бізге шексіз ғой. Алла тағаланың нығметінің есебі жоқ дейді Құранда. Беретін жақсылығын Аллаға тәуба шүкір дейміз. Мінекей көптеген мешіттер соғылып жатыр қазір, медреселер ашылып жатыр. Нұр-Сұлтан қаласында жақында ғана Астана медресесінің қыздар бөлімі ашылды. Осы солтүстік өңірдегі көп біздің әйелдеріміз, қыздарымыз қуанып жатыр бұны естіп. Көбісі келіп оқып түсіп жатыр. Аллаға шүкір, тәуба. Осының барлығы Алланың берген қазақ еліне деген үлкен сый. Сондықтан Аллаға шүкір дейміз. Бүкіл халқымызға Алла жар болсын, әрбір отбасы аман болсын, балаларымыз бақытты, өмірлі болсын, аталарымыз бен аналарымыз аман болып, иншалла бірге қуанышта осындай жақсы шараларды өткізуді Алла баршамызға нәсіп етсін деймін. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Қадірменді көрермен, бүгінгі студиямыздың қонағы болған
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары наиб мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы болатын. Міне 23 қазан күні республикалық 3-ші имамдар форумы болады. Бұл діни басқарманың жалпы елімізге берер пайдасы молынан болсын. Амандықта жолығайық.